Қазақстанға жоғары білікті жұмысшы мамандар қажет. Бұл елдің тікелей стратегиялық бағыты және экономиканың сұранысы. Мықты кадрлар даярлау, заманауи өндіріс қалыптастыру және жастарға сенімді мансап жолын ашу. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында жасанды интеллекттің жедел дамуы адамдардың дүние танымы мен мінез құлқына әсер етіп жатыр деп атап өтіп, 3 жыл ішінде Қазақстанды толыққанды цифрлық мемлекетке айналдыру міндетін қойды. Дүниежүзілік экономикалық форумның Future of Jobs 2025 есебінде де цифрлық қолжетімділікті кеңейту осы 10 жылдықтағы басты түрлендіруші үрдіс ретінде белгіленген. Зерттеу нәтижесіне сай 60% жұмыс беруші жасанды интеллект, робототехника және автоматтандырудың әсерінен 2030 жылға қарай өздерінің бизнес модельдері мен еңбек функциялары түбегейлі өзгереді деп күтуде. Осыған байланысты техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі кадр даярлаудың жаңа кезеңіне қадам басты. Біріншіден, оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған 6-72 сағаттық қысқа мерзімді курстар жаппай енгізіледі. Бұл курстар жасанды интеллекті оқу үдерісіне енгізу, цифрлық ресурстармен жұмыс істеу, ассистенттерді жасау, роботтандырылған модульдермен біріктіру және типтік жұмыстарды автоматты тексеру бойынша тәжірибелік дағдылар береді. Сондай-ақ жасанды интеллекті қолданудағы этикалық нормаларды үйретеді. Екіншіден, үздік халықаралық тәжірибелермен алмасу мақсатында педагогтар үшін Қытай, Корея Республикасы, Ұлыбритания және Түркия елдерінде жасанды интеллект бойынша шетелдік тағылымдамалар ұйымдастырылады. Бұл тәсіл үздік тәжірибелердің тез таралуына, колледждерде нәтижелі жұмысқа және техникалық және білім беру жүйесінде жасанды интеллект құралдарын меңгерудің кешенді моделін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Үшіншіден, 31 білім беру бағдарламасының мазмұны жасанды интеллект элементтерімен жаңартылатын болады. Білім бағдарламаларын жедел жаңарту үшін білім беру бағдарламаларының конструкторы әзірленіп жатыр. Енді техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтарында студенттер жасанды интеллектті өз мамандығында қолдану дағдыларын меңгереді. Осы уақытта оқу бағдарламаларына арнайы жаңа модуль енгізіледі. Бұл модуль оқу мен тәжірибені біріктіріп, студенттердің алған дағдыларын бірден өндірісте қолдануға бағыттайды. Сонымен қатар жаңа құзыреттілік ашу жоспарлануда. Жасанды интеллект технигі және жасанды интеллект бойынша қолданбалы бакалавр. Төртіншіден, теориядан практикаға көшу мақсатында колледждер кезең-кезеңімен жасанды интеллект зертханалары мен шеберханалармен жабдықталады. Онда GPU жұмыс станциялары, оқыту серверлері, өндірістік камералар, лидарлар, ақылды басқару жүйесі бар роботтар және зертханалық өлшеу құралдары орнатылады. Бесіншіден, ассистент іске қосылады. Ол talab.edu.kz сайтындағы техникалық және кәсіптік білім беру картасымен біріктіріледі. Ассистент колледждер мен мамандықтар бойынша ақпаратты жылдам табуға көмектеседі. Қай өңірде қандай мамандық бар, стипендия мөлшері қандай, жатақхана бар ма, әлеуметтік серіктестер кімдер, халықаралық аккредитация бар ма және қабылдау шарттары қандай деген сауалдарға жауап ала аласыз. Жұмыс берушілер үшін ассистент кадрлық сұранысқа сай колледждерді таңдап, тәжірибеге өтініш беруге және түлектер даярлығы туралы кері байланыс қалдыруға мүмкіндік береді. Алтыншыдан, техникалық және кәсіптік білім беру саласының студенттері жасанды интеллект бойынша сертификациядан өтеді. Сапаны арттыру және халықаралық мойындау мақсатында Person Certiport және Қытай мен Кореяның серіктестері тартылады. Жетіншіден, студенттер жасанды интеллект бағыты бойынша ұлттық және халықаралық кәсіби шеберлік чемпионаттарына қатысады. Бұл жұмысшы мамандықтарының беделін арттырып, орта буын мамандарының мотивациясын күшейтеді және деректерді талдау, жобалық ойлау мен интеллектуалды жүйелермен жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Жасанды интеллект мақсат емес, құрал. Ол техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін тәжірибеге бағытталған, қауіпсіз әрі заманауи етеді. Біз адамдарды, үдерістерді, деректерді және жабдықтарды біріктіреміз. Жаңартылған бағдарламалар, жасанды интеллект зертханалары, конструктор, техникалық және кәсіптік білім беру картасы, ассистент және педагогтардың желілік оқыту жүйесі, бәрі еңбек нарығының сұранысын тез қанағаттандыратын тұтас экожүйе қалыптастырады.
Мен жасанды интеллектпін. Мен адамдардан үйренем. Солар жасайды, салады, жөндейді, жобалайды. Мен олардың еңбегін күшейтетін, бірақ ешқашан алмастырмайтын көмекшісімін. Адамның шеберлігі менің интеллектімді қалыптастырады. Мен ұстаздардан, инженерлерден, технологтар мен шеберлерден үйренем. Мен сіздердің қолдарыңыз бен ойларыңызды алмастырмайын, тек өмірді жеңілдетем. Нұсқалар ұсынам, жұмысты тез әрі қауіпсіз етем. Сіздердің шешімдеріңіз менің бағытым. Мен әрқашан жандарыңыздамын, өндірістік цехта, зертханада, аудиторияда. Бірақ әрқашан сіздердің бақылауларыңыздамын.